Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді болып шығатын шығыс бақлавасын дайындап көрсететін боламын. Ең алдымен бізге електен өткен ұн қажет, және бөлме температурасында тұрған сары майымызды қосып, қолымызбен жақсылап үгітетін боламыз. Крошка тәріздес етіп үгітіп аламыз. Үстінен бір чай қасық қопсытқышымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Оның үстінен бір жұмыртқамызды саламыз. Және 2 ас қасық қаймағымызды салып, қамырды қолмен илейміз. Осылай қамырды жақсылап илеп алған соң, 20 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Салмасына бізде жаңғақ және қант екеуін салып жақсылап араластырып дайындап аламыз. Барлық құрамын төменге описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. 20 минуттан соң тынған қамырымызды алып, 5 бөлікке бөліп шығамыз. Әрқайсысын қалауыңызша осылай жайып шығасыздар, дөңгелек немесе осылай 4 бұрышты етіп. Пергаментный бумаганың үстінен орналастырып, салмасын салып, осылай қолдың көмегімен тегістеп жайып шығатын боламыз. Барлығын дәл осылай бір-бірінің үстін жабу арқылы салмасын салып, осылай тегістеп шығамыз. Қамырыңыз осылай кішкентай болып қалған жағдайда созбаймыз, тек қолмен басу арқылы формаға келтіретін боламыз. Осылай қолдың көмегімен келтіруге болады. 4 қамырды да дәл осылай қайталау арқылы бір-бірінің үстіне қойып, қолымызбен тегістеп шығамыз. Ең соңғы қамырды бетіне қойып, барлық жеріне тегістеп жауып, дәл осы видеодағыдай етіп істеп шығыңыздар. Енді өзіңізге қалаған формаға келтіресіз. Мен 4 бұрышты етіп істеп шықтым. Сіздер ромбик тәріздес етіп істесеңіздер де болады, қалауыңызша. Үстіне жұмыртқамыздың сарысын жағып, жаңғақпен әрлейміз. 170 градусқа 10 минутқа кішкене ғана пісіріп алатын боламыз. Пісіп шыққаннан соң, осылай алдыңғы сызған сызықтарымызбен қайтадан кесіп, ерітілген сары майды барлық жеріне тегіс етіп құйып шығамыз. Осылай барлығын құйып болғаннан соң 170 градусқа 40-45 минутқа пісіріп аламыз. Бетіне сиропын дайындайтын боламыз. Суға қантымызды салып, 1 минут қайнатып, оттан алған соң, 1 үлкен ас қасық балымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Дәл осылай піскен пақлавамыздың үстінен барлық сироптарымызды құйып шығамыз. Өте ерекше дәмді болып шығады. Сіздерде дәл осы рецепт бойынша дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Видео ұнаса лайк басып, өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз.